Мақал-мәтелдер халық даналығы. Мақал-мәтелдерді сабаққа енгізудегі ең басты мақсат жастарды биік адамгершілікке, қайырымдылыққа, жоғары жауапкершілікке, өз ұлтының, туған халқын, жерін, отанын қастерлеп, оған қызмет етуге тәрбиелеу. Осы мәселені жүзеге асыру мақсатында бірнеше жұмыс түрлерін қолдануға болады. Олар мақал-мәтелдерді тілдік жаттығуларда қолдануға жаттықтыру, мақал-мәтелдерді пікірлесімде қолдануға жаттықтыру, мақал-мәтелдерді мәтін құрамында қолдануға жаттықтыру, мақал-мәтелдерді мазмұндама, шығарма құрамына қолдануға жаттықтыру. Оқытушы оқушыларға жаңа мақал-мәтелдерді дұрыс айтуға дағдыландырып, мағынасын түсіндірумен қатар, оның сөйлемде қолдануын іске асыру керек. Бұл мақсат міндетке жету үшін мақал-мәтелдерді сөйлемде қолдануға жаттықтыруды жұмыстарын жүргізуге болады. Даналығында мақал-мәтелдерді сөз мәйегі деп, орынды қолданса өнегесі мол байлығымыз деп бағалайды, ал орынсыз қолданса сөздің қадірі қашады. Дегеніміз 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, онда үлкен ойлар ықшамдалып дәл айтылады. Тіл дегеніміз ойды тұспалдап, ишарамен беретін халық поэзиясының түрі. Мұнда ой мақалдағыдай ашық айтылмайды. Тапсырмасына бергенде күнделікті жай жалаң түрде сұрамай, түрлі әдіс тәсілдермен сұрау да өте тиімді. Мысалы, балалардың алдарына қатесін тап деген ойын арқылы қате жазылған мақалдарды беруге болады. Балалар қателерін тауып, дұрыс нұсқасын көрсетеді. Өз нұсқаларын негізгі нұсқамен салыстыру арқылы өз-өздерінің бағалауларына мүмкіншілік туады. Тергіту сәтінде де мақалды қолдануға болады. Мысалы, сәйкестендіру тестісі арқылы балаларға сөздер таратып, сөздердің екінші баламасын табуға мүмкіншілік бар. Жомарт, сараң деген сөздер ол антоним екенін, ажар, көрік деген сөздің синоним екенін, төркін деген сөздің көп мағыналы сөз екенін, алтын жүзік деген сөздің тура мағынада тұрған сөз екенін анықтауға болады. Жаңа тақырыпты игеру барысында мақалдарды оқушыларға тек қана жаттатып қоймай, оны түрлі әдіс тәсілдер арқылы жадында сақтауға көмек көрсетуге болады. Мақал-мәтелдер табамыз ойын арқылы оқушыларға суреттер таратсақ, сол суреттердің көмегімен қажетті мақалдардың жауабын табады. Мысалы, 7 рет өлшеп, 1 рет кес дегенді білдіреді. Білім инемен құдық қазғандай. Көз қорқақ, қол батыр. Әке асқар тау. Білім алтын қазына. Отанды сүю отбасынан басталады. Орыс тіліндегі мақалдарды беріп, оның қазақша баламасын табуға осындай суреттерді таратуға болады. Жаңа тақырыпты ашу барысында да мақалды қолданған жақсы. Осы сияқты суреттерді беріп, оған мақалдар жасыруға болады. Шылардың тіл байлығын дамытуға, тілдерді игеруге деген қызығушылығын ояту мақсатында полиглот сайысын жүргізу болады. Ол кезде мақалдарды балаларға таратып, белгіленген сөздердің орыс және ағылшын тілдеріне аударуларын сұрауға болады. Мақал-мәтелдердің мағынасын табуға, мақал-мәтелдерге деген балалардың қызығушылығын оятуға осындай әдістер өте тиімді. Мысалы, балалардың алдында таратпа суреттер таратып, сол суреттердің көмегімен мақалды құрастыруларына болады. Бұл біріншіден баланың зейінін тұрақтандырады, екіншіден мақалдарды үйренуге деген қызығушылығын оятады. Мысалы, білетінің 1-9, білмейтінің 99. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды. Өкпес пышақ қол кесер. Қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса. Қарғаның көзін шұқымас. Ұста пышаққа жармас. Бірінен қол шығар, бір жағадан бас шығар. Оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы. Тілге мақал-мәтелдердің түрлі ойын элементтері арқылы берілгені байқағандай, осындай элементтерді пайдалана отырып, оқушылардың ауызекі сөйлеу дағдыларын дамытуға мұғалім үшін өте тиімді деп ойлаймын. Мұндай тапсырмаларды қызыға орындап, әрі грамматикалық мағынаның ерекшеліктері туралы білімдерін бекітуге, әрі мақал-мәтелдер арқылы сөздік қорларын толықтыруға ықпалды. Кез келген сөзді бір-бірімен байланыстыра, тіркестіре салуға болмайтындығын жете түсіндірген жөн. Мұндай жағдайда оқушылар мақалдарды құрғақ жаттап қана қоймай, оның мазмұнын, мағынасын ашуға, түсінуге талпынады.